Сәлеметсіздер ме менің оқырмандарым? Бүгін мен сіздерге панта емі туралы айтатын боламын. Ал келесі видеом бүйрек аурулары және оны үй жағдайында емдеу жөнінде болмақ. Видеоны өткізіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып, және пікір жазуды ұмытпаңыздар. Пантогематоген тірек қимыл жүйесі, жүйке жүйесі, иммундық жүйе, ас қорыту жүйесі, қан тамырлар сияқты көптеген ауруларды емдеу үшін ұсынылады. Пантогематоген иммунитетті арттырады. Пантогематогенді қабылдау ми жасушаларының қоректенуін қамтамасыз етеді. Инсульт қаупін азайтады. Қандағы гемоглобин деңгейін жоғарылатады. Химиотерапияның жағымсыз салдарын азайтады. Ағзадан токсиндерді шығарады. Панта емі туралы мен Ақтөбе облысының Мәртөк ауданы Қазан ауылындағы Зару шипажайында болдым. Сол кезде осы панта емін алдым. Ол жердегі ем маған ұнады, сондықтан осы видеомды сіздермен бірге бөліскелі отырмын. Бұл Зару панта шипажайында өздерінің шаруашылықтарында бұғы маралы өсіріледі. Сол маралдың мүйізін кесіп, белгілі бір уақытта кеседі. Пантогематоген марал мүйізінен алынатын өнім. Оны спиртпен өңдеп, аш қарында күніне 2 мезгіл осы Зару шипажайында іштім. Және мен панта ваннасын, аяққа арналған панта ваннасын және жаровня деп айтылатын мүйіздерді булау арқылы сол емді алдым. Және фитобочкада ем қабылдадым. Бұл жерде маған әсер еткені, бұрын мен ринит мұрын ауруымен, мұрын жолындағы ринит ауруымен ауырсыну болатын. Ал осы емді алғалы ауру жеңілдеді, бәсеңдеді. Панта булауының емдік мүмкіндігі қандай? Осы табиғи өнімдегі белсенді заттектер адам ағзасының ұлпаларының уақытылы қалпына келуіне бейімдейді. Бірнеше рет қайталанатын процедуралар курсы байқаларлық жақсартатын әсер береді. Тері жамылғылары, нейродермит, терінің қабынуы, теңге қотыр немесе есек жем тері ауруларынан кейін жылдам қалпына келеді. Ағзаны тазарту және жалпы нығайту үшін қолдану. Панта булауы уландыратын заттар теріс әсерін тигізген кезде алғашқы көмек болып табылады. Ағза, уыттар және кейбір деректер бойынша ауыр металдар секілді зиян шөгінділерінен тазартылады. Булаудан кейін өзін жақсы сезіну сабырлықтың артуынан, керемет көңіл-күйдің пайда болуынан және бүкіл ағзаның жағымды босаңсуынан байқалады. Дәстүрлі медицинада панта булаулардың алдын алу және емдік мақсаттарда тағайындауға болады деп санайды. Жүрек қан тамырлар жүйесі мен жүйке жүйесі үшін булаудың пайдасы. Егер сіз жүрек қан тамырлар жүйесінің патологиясының біреуімен, мысалы варикоз, ишемия, көк тамыр жеткіліксіздігі, гипотония, жүрек қыспасы немесе ишемиямен ем алып жатсаңыз, онда сізге жағымды серпінді қамтамасыз ететін панталар булауын қабылдау керек. Жүйке жүйесі патологиясында невроз кезінде процедурадан өту туралы ойлануға болады. Несеп жыныстық жүйесі ауруларын емдеу туралы жақсы пікірлер бар. Простатиттен зардап шегетін еркектер айтарлықтай жеңілдеу байқалғанын айтады. Асқазан ішек жолы мен тыныс алу жүйелеріне арналған панта булаулары. Асқазан ішек жолы патологиялары кезінде байытылған суға түсу мақсатқа лайық. Алайда асқазан ауруы немесе ойы жараның өткір кезеңінде булауды жүргізу ұсынылмайды. Емдік булауларды тыныс алу жүйелері дерттерінде, демікпенің жеңіл түрі мен созылмалы бронх қабынуында жиі тағайындайды. Созылмалы қалжырау мен жабығуды емдеу. Процедура өзін жабығуды, созылмалы қалжырау синдромын немесе жылдам шаршағыштықты емдеген кезде қосымша құрал ретінде жақсы көрсетті. Панталар эмоционалдық немесе физикалық шамадан артық жүкті еңсеруге көмектеседі. Сеанстардың арқасында ұзақ аурудан, жарақаттан, химиотерапия немесе сәулелік терапия курсынан кейін оңалу жеңіл өтеді. Қимыл тірек аппараты патологиялары кезінде жай-күй жеңілденеді. Зару шипажайының директоры Бану ханымды панта емі туралы толық білу үшін сөзге тартқанмын. Енді Бану ханымның сұхбатына кезекті беремін.
Менің аты-жөнім Тілегенова Бану, Жыванғали қызы. Мен деген осы санаторий, біздің Маралмен емдейтін жердің, шипажайдың директорымын. Өзіміздің марал шаруашылығымыз бар. Ода 300 бас марал өсіп жатыр. Соны өнімдіп өсіріп, соны біз емге қабылданамыз сонымен. Көктемде майдың аяғынан бастап, июнь аяғына, иногда июльдің басына дейін, 10-на дейін, биыл 10-на дейін маралдың мүйізін кесіп, содан пантовый настойка жасаймыз. Ол деген өте жақсы емге. Мысалы, бұндай ем 18 ғасырдан бері Китай, Корея, Япония жасайды. Маралдың мүйізінен тұқайына дейін бәрі ем. Қаны болсын, жаңағы майы болсын, еті болсын, бәрі ем. Мысалы деген мына настойка, бұның ішінде 65% магний бар. Магний болғасын, магний деген адамның қанын сұйықтатады. Әрбір адамның ауруы, ауратыны, жаңағы бәрі қан айналудан болады. Мысалы, доғдырға барғанда, біреуіңіз барғанда ангина, басым ауырады деп барсаңыз, сізге айтады, қан тапсырыңыз. Екінші адам барса, ой, желудкым ауырады, желудкым дұрыс істемейді, асқазаным ауырып отыр, тағы қан тапсырыңыз дейді. Үшінші адам барады, жүрегім ауырады, давлением көтеріле ма, білмеймін, түсінбеймін, оған да қан тапсырыңыз дейді. Мысалы, оның неден? Адамның қан құралы дұрыс болса, адамның денсаулығы да, иммунитеті де күшті болады. Мысалы, мынау деген марал біздің елімізге ата-бабаларымыздан қалған қасиетті мал. Мысалы, бұның деген, мана айтып кеттім, тұқайынан мүйізіне дейін бәрі ем, еті де ем, бәрі ем. Мысалы деген, біз ашылғанымызға биыл уже 4 жыл болып, 5 жылға кетті. Соның арасында біз деген жақсы результаттар көріп отырмыз. Адамдар давлениемен келеді, давлениесі жақсы болады. Аяқ ауырады, бел ауырады, оған да жақсы болады. Содан қарасақ, енді мынау научная книга, продукция пантового оленеводства деген енді орысша жазылған. Бұның ішінде бәр емнің қалай өткізетін, қалай өтетін, қалай жақсы результатын бергенін исследовательская монография мынау деген. Мынаның ішінде бәрі бар. Соған қарағанда осы біздің настойка, мен өзімде дәрігер болғасын түсіндім. Бірінші, адамның қан айналуы, қаны әрбір организмнің әрбір жеріне жетуі уақытымен, ішінде мынаның 18 аминокислота бар. Сол аминокислота адамның күш қуатын, иммунитетін көтереді. Сол адамның ішінде болса, адам ауырмайды. Адам деген иммунитет көтеріліп, любой заболеваниені, жаңа ауыратын затты организм өзі итеріп, онымен күресіп, жеңіп шығады. Адамның қан құралы дұрыс болса. Енді талай болезньге мына жерге онкологиямен де келіп жатыр, жаңағы давлениемен де келіп жатыр, бронхиальный астмамен де келіп жатыр. Енді өзіміз деген 4-5 жылдың ішінде жақсы результаттар көріп жатырмыз. Бұндай ем, мысалы, мына кітапта жазылып тұр, 19-20 ғасырларда біздің доғдырлар бәрі соны білген. Но неге оны емге алмағанын мен білмеймін, түсінбеймін да. Но өте жақсы зат. Мысалы, біздің Восточный Қазақстанның өзіміздің елдегі бар маралдың құрамының бәрі қаны болсын, мүйізі болсын, шетелге кетіп жатыр ғой. Енді дұрыс зат болмаса ол алмайды ғой. Жақсы зат болғасын, одан дәріге қосады, емге қосады. Сол жақсы ем. Мен өзім еліме тілейтінім, дендеріміз сау болсын, елімізде тыныштық пен берекет болсын, әрбір отбасында бақыт болсын, отбасыдағы ата-бабаларыңыз, аталарыңыз, енелеріңіз, тума-туыстарыңыздың бәрі аман болсын. Біріншіде елге денсаулық керек. Денсаулық болса бәрі болады. Мысалы, мен ойламаймын жаман зат деп. Бұл жақсы зат. Оны әрбір адам деген жылына хотя бы бір рет деген, бір 10 күн ішсе, өзінің күш қуатын көреді. Мысалы, жаңа айтып кетуге ұмытып кеткенмін, шекер, адамның ішіндегі шекерін азайтады, давлениесін түсіреді. Мына жастардың инсульт, противоинсультный деп жазылып тұр мына кітапта.
енді қазіргі мезгілде біраз жақсы емдер алған адамдар біздің елде көп қазір. Біздің осы шипажайымызға Зару, Ақтөбе облысы Мартөк аудандағы шипажайымызға әрбір Қазақстанның түп-түкпірінен адамдар келіп жатыр. Ақтау, Атырау, Алматы, Қарағанды, Қостанай, мына Россия қасымызда жақын Орынбор, о жақтан да келіп жатыр. Мысалы, мен ойлаймын, бірінші елге денсаулық керек. Денсаулық болса, бәрі алға жүреді. Тілейтін бәріңізге тағы жақсылық, денсаулық. Біздің шипажайға келіп, осыны емді алып көріңіз, бір рет болса да. Рахмет сізге лично өзіңізге рахмет. Осы біздің шипажайға келіп, ем алып, осыны білгеніңізге, елге таратам, осыны көрсетем деп мені түсіріп атқаныңызға сізге рахмет. Бүгінгі менің видеом ұнаған болса, лайк басып пікір жазуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.